Сәлеметсіздер ме оқушылар? Мен Сәтбаев қаласы Абай атындағы номер 4 мектеп лицей математика пән мұғалімі Досанова Индира Қожабайқызы. Бүгін бізде алгебра 8-ші сынып. Сабағымыздың тақырыбы квадрат үш мүше. Сабақтың мақсаты квадрат үш мүшенің түбірі ұғымын меңгеру, квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеуді үйрену. Жаңа сабақты бастамас бұрын өткен сабақтарда еске түсіріп алайық. Квадрат теңдеу дегеніміз не еді? Ax квадрат плюс vx плюс c тең 0 түріндегі теңдеу квадрат теңдеу деп аталады. Мұндағы a, v, c кез келген сандар. a 0-ге тең болмау керек. a деп отырғанымызды бірінші коэффициент, v екінші коэффициент, c бос мүше түрінде қабылдаймыз. Квадрат теңдеудің түрлері тоқталатын болсақ, 1-2 түріне. Бұл бізде келтірілген квадрат теңдеу, a коэффициенті 1-ге тең болған жағдайда x квадрат плюс vx плюс c тең 0 түрінде беріледі. Немесе кітаптарда ол x квадрат плюс px плюс c тең 0 түрінде беріледі. Екінші a коэффициенті 1-ге тең болмаған жағдайдағы ax квадрат плюс vx плюс c тең 0 түріндегі келтірілмеген жалпы квадрат теңдеу. Бүгінгі сабағымызға келетін болсақ, бүгін бізде квадрат үш мүше. ax квадрат плюс vx плюс c өрнегі квадрат үш мүше деп аталады. Көріп тұрғандарыңыздай, үш мүше ax квадрат бірінші, vx және c мүшелері қосынды түрінде беріліп тұр. Және жоғарғы дәреже квадрат екінші дәреже. Сондықтан квадрат үш мүше деп аталады. Бұл жерде алдыңғы айтып кеткендей a бірінші коэффициент, v екінші коэффициент, c бос мүше ретінде қабылдаймыз. ax квадрат плюс vx плюс c тең 0 квадрат теңдеуінің түбірлері ax квадрат плюс vx плюс c үш мүшесінің де түбірлері деп аталады. Квадрат үш мүшені көбейткіштерге жіктеуді қарастырайық. Егер x бірінші және x екінші мына түрдегі ax квадрат плюс vx плюс c тең 0 квадраттық теңдеуінің түбірлері болса, онда берілген үш мүшені келесі формуламен көбейткіштерге жіктеуге болады. ax квадрат плюс vx плюс c тең болады a көбейтілген x минус x1, x минус x2. Келтірілген квадрат теңдеуді көбейткішке жіктеу үшін теңдеудің түбірлерін тауып алып, келесі түрде жіктейміз. Яғни x квадрат минус px плюс q тең болады бізде x минус x бірінші түбір, x минус x екінші түбірлердің көбейтіндісіне. Осы формулалар арқылы квадрат үш мүшелерді көбейткіштерге жіктеуді мысалдармен қарастырайық. Бірінші тапсырма. x квадрат минус 10x плюс 21 деген үш мүшені түбірлері бойынша көбейткішке жіктейміз дейді. Шешуі. Алдымен берілген үш мүшені 0-ге теңестіріп, теңдеудің түбірлерін табайық. Яғни бұл жерде Вейт теоремасы арқылы тапқан ыңғайлы. Яғни біздегі x бірінші және x екінші түбірлеріміздің қосындысы тең болу керек екінші коэффициенттің қарама қарсысына. Яғни 10-ға тең болу керек. Бізде екінші коэффициент минус 10. x бірінші және x екінші түбірлердің көбейтіндісі бос мүшенің өзіне тең болу керек, 21-ге. Қосындысы 10 болатын, көбейтіндісі 21 болатын. Ол қандай сандар? Әрине табу қиын емес. 3 және 7, яғни бірінші түбірімізді 3, екінші түбірімізді 7 деп алып, берілген үш мүшені мына формула бойынша, яғни x минус x1, x минус x2 формуласы арқылы x минус 3, x минус 7 деп жіктейміз. Егер теңдіктің оң жағын қайтадан мүшелеп көбейтіп ашатын болсақ, теңдіктің сол жағы шығатынына көздеріңіз жетеді. Келесі мысал. x квадрат минус 10x плюс 3 үш мүшесін түбірлері бойынша көбейткішке жіктеуді қарастырайық. Берілген теңдеуді 0-ге теңестіріп аламыз. Содан кейін дискриминант табу арқылы x бірінші, x екінші түбірлерді табамыз. Дискриминанттың формуласын қайталап кететін болсақ, d тең v квадрат, екінші мүшенің квадраты азайтылған 4 көбейтілген бірінші мүше мен бос мүше 4 асы.
x бірінші және екінші түбірлерді табу үшін минус v плюс минус түбір асты d бөлінген 2a формуласын пайдаланамыз. Плюс бір түбір минус екінші түбір деп, бірінші түбіріміз бізде 3-тен 1, екінші түбіріміз 3 болғанын көріп тұрмыз. Енді формула бойынша a міні, a-ның орында 3 тұр бізде. X минус x1, x минус 3-тен 1, x минус x3, x минус 2. Ары қарай не істейміз? Ары қарай мына тұрған a деген коэффициентті, алдындағы көбейткішті, берілген екі көбейткіштің біреуіне мүшелеп көбейтіп кіргіземіз. Яғни 3-тен 1 бар жерге кіргізген тиімді. Өйткені 3 пен 3-тен 1-дің көбейтіндісі бізде 1-ді береді, екеуі қысқарғандан кейін. Сонда 3-ті x-ға көбейтеміз, 3x болады. 3-ті 3-тен 1-ге көбейтеміз, минус 1 болады. Сонда 3x минус 1, x минус 3 түрінде берілген 3 мүшеміз көбейткішке жіктеледі. Келесі тапсырма 2x квадрат плюс 3x плюс 3 мүшесін көбейткішке жіктеуді қарастырайық. 0-ге теңестіріп дискриминант табамыз. Көріп тұрғандарыңыздай дискриминантымыз минус 23-ке тең болды. Сондықтан дискриминант 0-ден кіші болғандықтан теңдеудің түбірлері болмайды. Демек, квадрат 3 мүше көбейткішке жіктелмейді. Яғни осылай жіктелмейтін де жағдайлар болады. Бізде өйткені квадрат теңдеудің түбірлері болмайтын жағдайлар бар. Дискриминантымыз 0-ден кіші болған жағдайда. Келесі тапсырманы назар x квадрат минус 7x минус 8 алымында бөлімінде x квадрат плюс 8x плюс 7 бөлшегі берілген. Осы бөлшекті қысқартайық. Яғни бізге алдыңғы мысалдардағы квадрат 3 мүшені көбейткішке жіктеу білімі қажет болады. Бөлшекті қысқарту үшін алымында бөлімінде міндетті түрде көбейткіштерге жіктейміз. Бөлшектің алымында бөлімінде көбейткіш түрінде болу керек қысқарту үшін. Сонда бірінші алымындағы квадрат 3 мүшенің түбірлерін тауып аламыз. Тағы да сол виетпен табуға болады. X бірінші және X екінші түбірлердің қосындысы тең болу керек. Мына минус 7 бар бізде, 7-ге тең болу керек. X бірінші және X екінші түбірлердің көбейтіндісі минус 8-ге тең болу керек. Көбейткенде минус 8, қосқанда 7 болатын, ол әрине минус 1 мен 8 сандары екенін сіздер білесіздер. Екінші 3 мүше. Ол бізде x квадрат плюс 8x плюс 7. Яғни x1 мен x2-ның қосындысы тең болу керек. Плюс 8 деп тұр болар бізде. Онда минус 8-ге x1 мен x2-ның көбейтіндісі тең болу керек плюс 7. Яғни 7-ның өзіне. Көбейткенде 7 болады. Қосқанда минус 8 болатын сандар. Ол әрине минус 1 мен минус 7. Ары қарай көбейткішке жіктеу формуласы арқылы алымында бөлімінде жіктеп жазып аламыз. Алымында x плюс 1, x минус 8, бөлімінде x плюс 1, x плюс 7. Бірдей көбейткіштерді өзара қысқартамыз. Сонда менде x минус 8 бөлінген, x плюс 7 қалады. Осылайша берілген бөлшектерді 3 мүшені көбейткішке жіктеу арқылы қысқартуға болатынын көріп тұрсыздар. Келесі мысалдарды қарастырып кететін болсақ, берілген 3 мүшелерді көбейткішке оңайырақ ойша қалай жіктеуге болатынын көрсетейін. 5-ші тапсырмада x квадрат минус 13, x плюс 36 3 мүшесін, екінші коэффициентіміз минус 13, бос мүшеміз плюс 36, яғни минус 13 дегеніміз минус 4 пен минус 9-ның қосындысы екен көріп тұрмыз. Плюс 36 дейіп отырғанымыз минус 9 бен минус 4-дің көбейтіндісі екен көріп тұрмыз. Осы арқылы x минус 9, x минус 4 деп оңайырақ жіктеуге болады. Әрине мынау схемалардың барлығы сіздердің миларыңызда жүреді. Ойша ойлау арқылы орындалады. Келесі тапсырмада x квадрат минус 2x минус 15 3 мүшесі берілген. Минус 2 деп отырғанымыз минус 5 пен 3-дің қосындысы. Минус 15 деп отырғанымыз 3 пен минус 5-дің көбейтіндісі екенін сіздер тағы да қайталап кетемін. Ойша ойлап табасыздар. Ары қарай x плюс 3, x минус 5 түрінде жіктелетінін көріп тұрмыз.
Мына балалар, біз бірнеше мысалдар, тапсырмалар қарастырдық. Сіздерге тапсырмалар шығарылу жолы түсінікті болса, өздеріңіздің білімдеріңізді келесі тест арқылы бақылап көріңіздер. Міне 4 тест беріп отырмын. Видеоны стопқа қою арқылы бірінші осы 4 тапсырманы орындап, өз жауаптарыңызды дайындап алыңыздар. Дайындап болғаннан кейін ары қарай видеоны көру арқылы сіздер тест жауаптарын көретін боласыздар. Мен тест жауаптарын берейін. Сіздердің жауаптарыңызбен менің жауабым сәйкес болса, өз-өздеріңізді бағалаңыздар. 4 балл алсаңыздар, сіз тақырыпты өте жақсы түсіндіңіз деген сөз. 3 балл алсаңыз, тағы да видеоны бір рет қарап шығып, тапсырмалардың қай жерден қате кеткеніңізді өз-өзіңізбен жұмыс жасауыңыз керек. 1-2 балл алсаңыз, сізге әлі де бірнеше рет жаттығу керек екенін ескертемін. Бірнеше рет видеоны қараңыз, тағы да қосымша материалдар қарауға кеңес беремін. Сіздерге сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Сау, саламат болыңыздар.